Қош көрдік біздің арнаның тыңдармандары, көрермендері. Бүгін біз қойдың басын, мынау асады ғой, біз енді осыны духовкаға салып, мариновать етіп, пісіріп көрген едік өткенде, сондай керемет шықты. Соны бүгін сіздерге көрсеткелі отырмыз. Әуелі басты осылай алып, жағын ашып болғаннан кейін тістерін қағып, мынау бездері, қатқан қандары, мынау жанда көріп тұрсыздар ғой, міне кесіп алып тастадым. Міне тістің бәрі қағылды. Қазір жақсылап осы жерге жуып, құс-құс деп, ішіндегі бар, мұрын боғы бар, басқасы бар, енді жыны деп айтамыз ғой, алып тастап, міне мынандай арнайы мынау сарымсақ қосылған, міне осы арнайы соус, мына соустан қосамыз. Қазір сосын дәмдеткіш салып, сөйтеміз де, бұны қазір араластырамыз. Араластырып болғаннан соң жағамыз, мынау басқа жақсылап тұрып. Қымбатты тыңдармандар, егер бас үлкен қойдың басы болып 7-8 жастағы қатты болса, аз-маз жарты сағат 40 минуттай қайнатып аламыз. Кейін пышақпенен түртіп көрсеңіздер, жұмсарса шығарамыз да біраз суытқан соң жағамыз. Егер қозының 8 айлық 1 жасқа жетпеген қозылар болса, тікелей кәдімгі жағып істей берсеңіздер болады. Анау қатты қойдың құйқасы сәл қаттырақ болып қалуы мүмкін. Сондықтан мен ескерте кеткенді жөн санап отырмын. Міне қазір жақсылап осыны ысқылап жағып болғаннан соң, мынау тұрған ыдысқа жақсылап бекітеміз. Бекітіп, міне жақтың асты, міне көріп тұрсыздар, мынау қосылып отқан дәмдеткіштер керемет дәмді болады. Енді мен сіздерге бір енді жалған айтпайын, керемет тамаша, тек дұрыс жасай білсеңіздер болғаны. Мынау кәрлеу қой болса тағы да айтам, бір 30-40 минут бірінші қайнатып алыңыздар, жайлап, сосын шығарып, мұздатып, соны соң осылай қылып, тура біз қалай жасап жатырмыз, дәл осылай жасайсыздар. Мынау арнайы осындай отқа үлкен ыстық неге шыдайтын өзі арнайы болады. Осындай барып магазиндерден сұрасаңыздар, базарлардан сұрасаңыздар, міне осыған салып, бұрынғыдай фольга ораудың керегі жоқ. Міне осындай саластар, бұл ішіндегі мынау шыққан сөлі сорпа сияқты болып тұрады. Кейін алған кезде және көресіздер, енді керемет дәмді болады. Міне қазір салдық. Мынау духовкаға салмас бұрын бірінші 20 минуттай ыстық 200 градусқа, ең жоғары градусқа қойып ұстаңыздар. Содан кейін барып мен осылай қылып саласыздар. Енді әркім біреулер үйдегісіне болмаса, біреу әсел пеш сияқты үлкен пештерге салуға болады. Міне қазір ұстап, бұны біз қазір шығарамыз сыртқа. Міне шықты. Осы 2,5 сағат, 3 сағат ұстасаңыздар тіптен жақсы болады. Көрдіңдер ме? О, суын, осы бастан шыққан сол сулар. Керемет кәдімгі сорпа сияқты, бір енді дәмді болғанда керемет дәмді болады. Тек дұрыс жасай білу керек. Тағы да айтамын, міне қазір мынау сол құлағын кесіп алып тастаймыз. Енді баста міне бас мынандай болады. Ал ендеше астарыңыз дәмді болсын. Біз жасаған нәрсені жасап көріңіздер. Енді асып жейсеңіздер де өз қалауларыңызда. Ал қымбатты тыңдармандар, келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.